Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін бір бауырымыздың сұранысы бойынша қалай жүріп жүрген қызымыздың, тіпті мүмкін әйеліміздің де саған қаншалықты адал, шынайы екенін тексеріп көретін боламыз. Ол өте оңай тексеріледі. Ол үшін өзің бірінші дайын болу керексің. Өйткені сен білгің келмейтін шындықтарды көріп, естіп қалуың әбден мүмкін. Сондықтан видеоны соңына дейін қара. Бұл техниканы өзімде бірнеше рет және де консультацияға келген жігіттердің де қолданып, қасындағы сүйдім, күйдім, ойбай өлем деп жүрген қыздардың маскаларын шешкен кездер болған. Сондықтан 100% жұмыс жасайды. Олай болса, не істеу керек? Қызбен кездескенде, қай жерде кездескенге байланысты, мүмкін паркте, мүмкін кафеде, мүмкін үйде шығарсың. Қалай болғанда да бір өтетін сылтау тауып, яғни телефоның сенің өшіп қалады, балансың бітіп қалады, немесе басқа нөмерден звондау керек болады. Мысалы, енді жетеді, аздап миды қозғалтсаң болды. Сонымен қыздың телефонын алып, басқа бөлмеге, үйде болсаң басқа бөлмеге кетесің, кафеде отырсаң тұрып сыртқа шығып кетесің. Яғни қыздың телефонын алып басқа жаққа кетіп қалу керек. Осы кезде қыз сол қалпында беймарал отыра берсе орында, мұндай жағдайлар әрине аз болады. Ол қыздың сенен аса қатты жасыратыны жоқ деген сөз. Ал сен жаңағы сол уақытты пайдаланып, ключевой жаңағы фразалар теріп, мессенджерлерге қарап шығуға болады. Ал егер қыз телефонын беріп, бірақ сенің артынан қалмай жүрсе, анда барсаң анда, мұнда барсаң мұнда дегенде, ол кезде явно сен көруге, жаңағы естуге, білуге болмайтын бір әңгімелер ол телефонның ішінде бар деген сөзі. Сол сәтті пайдаланып, бірдеңені сенен жасырып, енді жаңағы артым ашылып қалмасын деп уайымдап сенің артынан жүрген қыздан осы кезде себебін сұрауға болады. Неге терлеп жүрсің сонша? Бір жасырғаның бар ма деген сияқты. Қазір сөйлесіп жаңа алайын, сосын берем ғой телефон, бара бер деген кезде жоқ, қазір бер, қасында тұра тұрам, анау деген отмазкалар айтылып кетсе, сол жерде құлақ шекеден жақсылап тұрып бір перу керек. Қалжыңдаймын, олай ешқашан жасауға болмайды. Керісінше аса сабырлықпен, қызбаланбай, ашуланбай, телефон қазір менен жасыратының болмаса, көз алдымда көрсет. 5 минуттан кейін көрсетемін деген әңгіме жүрмейді. Дәл қазір көрсет. Болмаса біздің отношения уже бұрынғыдай болмайды. Бұл жерде ескертетін нәрсе, бұл отношениеде сен лидер болып, сенің қазақша айтқанда бір қадірің болып, қыз сені жоғалтудан қорқатындай сенің бір маңызың болмаса, әйтеуір ілініп, сағынып, әйтеуір қайтсам осы қыз ұстап қаламын деген жағдайда жүрген слабый жігіттерге бұл техника аса өтпейді. Бұны да ескеру керек. Сонымен қыз саған телефон жаңағы көз алдында көрсетеді или көрсетпейді. Көрсетсе саған ұнамайтын бір нәрсені табасың. Дальше өзің шешесің. Стоит ол қызбен дальше сөйлесуге или нет дегенде. Ал көрсетпей қойса, онда явно сол жерде қоя салу керек, тоқтата салу керек. Жасырып жүргені бар деген сөз. Яғни ашуланбай, қызғанбай, неге менің артымнан жүрсің? Жаңағы телефонда бір нәрсе көріп қояды деп ойлайсың ба? Или реально бір нәрсе бар ма, мен білуіме болмайтындай деген сұраққа или болса менікін тексер, менің телефонымда жасыратын еш нәрсе жоқ. Ал сен неге көрсеткің келмейді деген сұрақты қойған кезде қыздар потеря болады. Бұл техниканы бірінші рет жасаған кезде, особенно қыздар теряться етеді. Сондықтан аяқ астынан күтпеген жерде жасау керек. Сол кезде қыздың саған деген шынайы отношениясын білетін боласың. Бұл бір жолы ғана, тағы бір жолы бар. Сен жүріп жүрген қызыңды тексеріп көрудің бір жолы, ол өзіңнің таныс досың или бір красавчик туысың, ағаң ба, білмеймін, інің ба дегенде бір қыздармен сөйлесе алатын, жаңағы бір таныса алатын, жаңағы қыздарды өзіне қарата алатындай бір жігітті тауып, сонымен қызыңмен таныстыруға жіберу. Дұрыс сөйлеп, қорықпай, жаңағы өзін батылырақ ұстайтын жігіттерді көрген кезде көп қыздар жігіті бола тұраса да, жаңағы инстасын беріп, телефонын беріп жатады, кетер емес болып жатады. Тексерілген техника бәрі емес, бірақ көптеген қыздар более мықтырақ, батырақ, әдемі сөйлейтін жігітті көрген кезде, мүмкін оның ақшасы көп болуы мүмкін. Қыздар қуана нөмірлерін беріп жатады. Бұл бір қараған кезде жаңағы қалай айтса болады, бір жігітше емес, жаңағы бір сондай бір подлый тірлік болып көрінуі мүмкін, қолдан жасалып жатқаннан кейін. Бұның дұрыс не бұрыс екенін мен айта алмаймын сендерге, жасама деп деген сияқты. Әрине бұл шешімді өзің қабылдайсың, бірақ көптеген жігіттер осыған ұқсас техникаларды жасап, жаңағы енді ақ-қараны ажыратып жатады. Сондықтан дұрыс ақылмен қолданған жағдайда керекті результатты осы техникалар арқылы алуға болады. Тек өзің тупить етіп, артынша кешірім сұрап, жаңағы өзіңді кінәлап, мені кінәлап, одан кейін жылап жүрмесең болды. Ондай жағдайға сен өзің дайын болу керексің. Ал оған дайын емессің, ондай жаңағы бұл тексеріске кірудің керегі жоқ. Бүгінге осы. Егер осыны қолданып, пайдаланып, бір іске асырып, осыдан бір результат көріп жатқан болсаң, комментарий қалдырып, жаңағы астына бір пікіріңді қалдырып кет. Достарыңмен видеоны бөліс, пайдалы болмаса. Және подписаться батырмасын міндетті түрде басып, осындай пайдалы керекті видеоларды бірінші болып көретін бол. Өйткені
бізде әр апта сайын осындай жаңа пайдалы керекті ақпараттарды бөлісетін боламыз. Келесі кездескенше сау болайық.